Бұрын садақаны бірде беріп, бірде бермейтін едік. Әсіресе мынау садақа туралы еске түсірген кезде садақаны беріп, кейде ұмытып кетеміз ғой енді. Адам болғаннан кейін. Сонда уайымдаймын ғой. Қап, бүгін садақа бердім ба, бермедім ба деп. Осы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорының Фирдауси қосымшасы шыққалы бері мен бір тұрақтылыққа үйрендім. Бұл жерде арнайы бір соманы енгізіп қояды екенсің садақаға. Бұл автоматом алып тұрады екен. Басында бір соманы 700 теңгеден бастап едім. Алланың қалауымен қазір көтеріп, 3000-ға бір көтердім, 3500-ге бір көтердім. Адам өзі әр нәрсенің пайдасын көргесін ары қарай дамыта береді ғой. Міне, Аллаға шүкір, осы қосымшаны жүктеп, сіздер де садақа беріңіздер. Алла тағала жақсы көреді дейді, үзілмейтін амалды. Аз болса да үзілмейтін амал жақсы көреді. Бұны біз бір бекітіп қойсақ, бұл күніге 100 теңге болса да, 50 теңге болса да, сіздің бекітіп қойған садақаңызды сізге есіңізден шықса да, шықпаса да, бұл алып тұрады екен да.